Мен Қызылорда өңірінің тумасымын. Жастайымнан әкемнің анасының қолында өстім. Әжемнің бауырына басқан немересі едім. Өсе келе әке-шешем ауданға көшеміз, сені өзімізбен ала кетеміз деп, ата-анам мен ауданға көшіп келдік. Ол кезде 9-шы сыныпты бітірген едім. Жаңа мектепке үйренсе алмай, 9-шы сыныптан кейін оқымай қойдым. Мұныма әкем біраз ашуланып, 11-ші сыныпта аяқтамасаң, жоғары оқу орнына түсірмеймін деді. Сонда да сол күйі 9-шы сыныптан кейін еш жерде оқымадым. Әжемнің қолында өскеннен кейін әке-шешем маған бір көкем мен тәтемде еді. Мен үйдің үлкенімін, менен кейін сіңлім мен інім бар. Оқымағаннан кейін мен ақырындап майда шүйде заттар сатып, сауда-саттықпен айналыса бастадым. Сондағым сағыз, шемішке, шоколад, Қытайдың неше түрлі жабыстырмалы наклейкалары еді. Осылай жастайымнан жұмыс істеп, тиын тебен тауып, пысық болып өстім. Әке-шешеме ешқандай салмақ салмадым. Өз наным мен киімімді өзім тауып жүретінмін. Осылай жүріп бой жеттім. Анам менен кейінгі сіңлімді жоғары оқу орнына түсіріп оқытты. Ол медициналық білім алып шықты. Маман болып ауылға келіп жұмыс істеді. Кейін аудан жақтағы бір мейрамханада жұмыс істеп жүрген кезімде көрші ауылдың бір жігіті алып қашты. Танымайтын, білмейтін жігіт. Мені бір көріп, сыныптасым арқылы танысып, сол күні алып қашып кетті. Жасым 30-ға таяп қалғаннан кейін қайтып кетуге елдің сөзінен ұялдым. Оның үстіне анам да қуғыншылардан не де болса пешенесіне жазғанын көреді. Қалсын сол жерде, деп айтып жіберіпті. Сөйтіп осылай тұрмысқа шықтым. Келген жерім бақуат, жақсы екен. Ата-енем бауырлары да момын, жақсы жандар еді. Бірақ күйеуім ақыл есі кемдеу секілді. Мінез құлқы да бір түрлі болатын. Сөйтіп онымен еш үйренсе алмадым. Екеуміз ерлі зайыпты болып, бір төсекте де жатпадық. Тіл табысып, сөйлесе де алмадық. Мұнымызды атам байқап жүріпті. Осылай жүріп бір айға жетпестен мен ата-енеммен сөйлесіп, ұлдарымен бірге тұра алмайтынымды айтып, ажырасып кеттім. Атам өзі төркініме әкеліп тастады. Анам біраз сөйлеп алды, бірақ кім не десе де, мен ол жігітті көріп біліп, өз қалауыммен тұрмыс құрмағаннан кейін үйренісе алмадым. Қайтып келгеннен кейін және үйде отыра алмадым. Ешкімге салмақ салғым келмеді. Қайта сол баяғы мейрамханаға жұмысқа кірдім. Мейрамхана бастығы үлкен тәте болатын. Ол кісі мені жақсы көруші еді. Өйткені менің есебім әрқашан дұрыс шығатын. Жұмысты да тыңғылықты істейтінмін. Сөйтіп осы тәтемнің қолында істеп жүргенде бір жігітпен таныстым. Өзі көрші ауданда тұрады екен. Ақыл тоқтатқан, өзім қатарлас, тұрақты жұмысы бар, салмақты жігіт екен. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып кездесе бастадық. Телефон арқылы күн ара хабарласып тұрамыз. Мен бұл жігітіме алдын тұрмыста болғанымды барлығын жасырмай айтып бердім. Жігітім бұл жағдайыма түсіністікпен қарады. Осылай жүріп маған үйленгісі келетінін айтты. Мен де ойланып отырмадым. Өзім де ұнатамын. Сөйтіп бірден келісімімді бердім. Жігітім осы кезде жаңа үй тұрғызып жатыр екен. Соны бітіре сала үйленеміз деді. Сөйтіп мені ертіп апарып үй ішімен таныстырды. Үйлерін көргенімде құлап қала жаздадым. Кішкентай сарай секілді. Ішіне кірсем, еденде ескі киіз алаша төсеулі. Үй іші бұлыңғыр, ыдыс аяқ қап-қара, іштей таң қалып жағамды ұстадым. Ал жігітім салып жатқан жаңа үйі сол аулада үлкендеу 3 бөлмелі времянка екен. Ешкімге ішкі таңғалысымды білдірмеуге тырыстым. Жігітімді бұлай тұрады деп ойламап едім. Әкесі бұрынырақ қайтыс болған екен. Үйінде анасы, сосын 2 күйеуден қайтып келген қарындасы және інісі бар екен. Барлығы момын, жақсы көрінді маған. Сөйтіп жігітім екеуміз тойға дайындала бастадық. Екінші болашақ күйеуіммен 2010 жылы агент желісінде танысып едік.
Мен ол кезде жасым 30-ға таяп қалған болатын. Жігітім екеуміз бір-бірімізді ұнатқан соң, мен оның отбасылық жағдайына көз жұма қарадым. Өйткені ол да менің бір рет некеде болғаныма түсіністік танытып, мені шын жақсы көріп үйленемін деп тұрған соң үндемедім. Кейін қазан айында анасы менің әке-шешемнің алдынан өтіп, той күнін белгіледік. Тойға дейін жігітім де салып жатқан времянкасын бітіріп үлгеріпті. Мұнысына риза болып қуанып қалдым. Өйткені алдыңғы үйінде тұру мүмкін емес еді. Үй деуге де келмейтін еді. Жігітімнің де үйленбей жүргені осы екен. Үй жайы дұрыс болмаған соң, осы уақытқа дейін біраз жүріп қалған көрінеді. Жігітімнің жағдайын көрген соң, той қалай жасамақ екен деп ойлап едім. Сөйтсем өзі банкке барып, тойға деп несиеге қомақты қаражат алыпты. Соны анасына апарып, осыны тойдың бар шығынына жеткізіңіз деген екен. Анасы марқұм әкесі жағының туыстарымен араласпайтын көрінеді. Тек өз төркінімен ғана араласады екен. Бірақ сол бір аулада кішкене әрірек әкесінің інісі тұрады екен. Сол кісі ғана анда-санда бас сұғып тұратын көрінеді. Сонымен өз көйлегімді өзім алып, құлағымдағы алтын сырғамды да беріп жібердім. Осыған ұқсас жүзік алсын, сөйтіп комплект секілді қылып тағып берсін дедім. Жігітімді аяп, соның абыройы үшін көп жағдайларға түсіністік танытуыма тура келді. Жігітім жақсы той жасап, ата-анам мен туыстарым риза болып қайтты. Тойдан кейін келіндік міндетіме кірісіп, отбасылық өмірім басталды. Кішкентай времянкада енем, біз күйеуім екеуміз және қарындасы мен інісі тұрып жаттық. Отбасында енем зейнетақы алады. Сосын менің күйеуім ғана жұмыс істейді. Екеуміз үйленген соң күйеуім банкомат карточкасын менің қолыма ұстатты. Айлық түскенде бірге барып аламыз, деді. Мен жарайды дедім. Сөйтіп, әр айдың соңында күйеуімнің айлығын барып аламыз. Айлығы сонда 44 мыңдай болатын. Соның 20 мыңын тойға деп алған несиені төлейміз. Қалған 20 мыңын енеме әкеліп ұстатамын. Содан қалған 4 мың теңгесіне мен күйеуіме неокрема деген құрғақ сүт болатын. Соны және көбірек жұмыртқа және блокпен күйеуіме темекі алып қоямын. Өйткені күйеуім темір жолда ауыр жұмыс істейді. Таңертең тек нан мен қара шай ішіп кетеді. Темекіге үнемі жарымайды. Енемнен өз ақшасын өзі сұрап штуктап темекі алады. Осыны көріп оны қатты аяйтынмын. Сөйтіп таңертең ерте тұрғанда бір-екі жұмыртқа қуырып, құрғақ сүт қатқан шай беріп жұмысқа шығарып салатынмын. Ал қайынсіңлім мен қайным өп-үлкен болып үйде отыратын. Жұмыс жасамайтын. Біз өз отбасымызда үйде бос отырмайтынбыз. Үй шаруасын істейміз, одан қалса жұмыс жасап, ата-анамызға болсамыз. Маған бұл өте ерсі көрінді. Осылай жүргенімізде 2-3 ай өткен соң, қайынсіңлім, сен келмей жатып, ағамның бар айлығын ұстайтын болдың. Екеуің тығылып тәтті тамақ жейсіңдер, деп ұрыс шығарды. Мен бірдеме дейін деп түсіндірмек болып едім, мына жақтан енем шықты. Баламның айлығынан жасырып, өзің көп ақшаны жырымдап алып қаласын. Оны төркініңе беріп жатырсың ба? Деп, мен не дерімді білмей, бөлмеме барып қыстығып жылап алдым. Сөйтсем енем мені өзіндей көріп сөйлеп жатқан екен. Марқұм қайынатам момын өте жақсы кісі болған екен. Ол да темір жолда істеген екен. Бар тапқанын енеме ұстатып болыпты. Ал енем барын төркініне беріп отырады екен. Сол үшін үй салмаған, не дүние жинамаған секілді. Қайын сіңілім де анандай адуын мінезімен екі күйеуге тиіп, сыйыспай қайта келіп отырған түрі екен. Мен келін болып түскенімде сол аулада тұратын қайын атамның туыстары осы келінді сыйдырса жақсы ғой деген екен. Мұның барлығын сол үйдегі үлкен абысым болатын ападан естідім. Сөйтіп сол күннен кейін енем мен қайынсіңлім отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып тиісе берді. Олардың мұнысын бір күні күйеуім де байқап, үй ішіндегілерімен қатты ұрысып қалдық.
Сөйтіп мен күйеуіме бұл үйде енелеріммен бірге тұра алмаймын деп жылап едім. Күйеуім, сен біраз күн төркініңе барып демала тұр. Мен бұл мәселені бір жақты қылып, сосын сені қайта алып кетемін деп келісіп, мені төркініме әкеліп тастады. Үйге келген соң анама бар жағдайды айтып түсіндірдім. Анам күйеуіңе сен, өзі ойланып, мұны бір жағына шығарар деді. Сөйтіп арада 10 шақты күн өткеннен кейін айлығын алып, артымнан күйеуім келді. Сөйтсем есік алдындағы ескі үйге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сылап, ақтап қойыпты. Мені алып сол ескі үйге барып бөлек тұрамыз дейді. Мен амал жоқ, көнуіме тура келді. Содан қайта барып ескі үйге кірдік. Мен жасауымның барлығын времянкадан қайта көшіріп алдым. Сөйтіп бөлек шыққанымыз бен бір аулада тұрып жаттық. Бір күні үйге жарты жыл төленбеген светтің квитанциясы келді. Ақшасы 8 мыңнан асып кетіпті. Светтің счетчигі біздің үйде болатын. Времянкаға да осы ескі үйден жалғанып тұратын. Енем светтің ақшасын төлеңдер деп бізге ұрысты. Сөйтіп свет үшін бір ұрысып алдық. Сөйтіп енем мені төркініне жаманатты қылып хабарласыпты. Сөйтсе ол жақтағылар балаңның жұмысына, бастығына барып айт, ұлыңды жұмыстан шығарып жіберсін. Сонда екеуі күндерін көре алмай ажырасып, ұлың қайта қолыңа келіп отырады деп ақыл айтыпты. Өйткені енем алдын күйеуімнің бар айлығын алып, өз білгенше жұмсап жүреді екен. Маған үйленгелі айлықтан аз ақша тиіп, одан кейін біз бөлек шыққан соң күйеуім тіпті айлығын бермейтін болды. Екеуміз жас отбасымыз, тойдың кредитін төлейміз, қалғанына бір ай өмір сүруіміз керек. Міне осыған енем ашуланып, төркіннің ақылын тыңдап, күйеуімнің жұмысына барып, үлкен бастығына кіріп сөйлесіп шығыпты. Балам үйленгелі өзгеріп кетті. Үйге ешқандай табыс әкелмейді. Бар тапқанын ішеді, жұмыстан шығарып жіберіңіз депті. Мұны маған сол күйеуімнің орынбасарының әйелі хабарласып, енең қандай адам өзі? Елдер осындай жерге жұмысқа тұра алмай жатса, енең баламды жұмыстан шығар деп, үлкен бастыққа келіп айтып кетіпті. Дегенде өз құлағыма өзім сенбедім. Сұмдық, енді күйеуімді жұмыстан шығарып жіберсе, несиені қалай төлейміз, қалай күн көреміз деп, жүйкем жұқарып уксус ішіп қойдым. Күйеуім дереу жедел жәрдем шақырып, милиция келіп, менің не үшін өзіме қол жұмсамақ болғанымды тергеді. Сөйтіп болған жағдайдың барлығына қанық болып, енеме барып ескерту жасап кетті. Содан кейін біраз тынышталдық. Күйеуімді ешкім жұмыстан шығарған жоқ. Күйеуім рас ішетін, бірақ бар тапқанын ішіп, мені ұрып соғып, ұрыс керіс шығармайтын. Жұмыс жасамай салынып ішпейтін. Анда-санда шаршағанда ашы судан ұрттайтыны бар еді. Бірақ ешкімге зияны жоқ. Келіп жатып ұйықтап қалатын. Соңғы жағдайдан кейін арада біраз күн өткеннен кейін аяғым ауыр екенін білдім. Осы кезеңде өзімді жайсыз сезіне бастадым. Басым ауыра беретін болды. Денем ауырлап, дел сал болып жүретін болдым. Ештемеге зауқым соқпай, күйеуімді көрсем жын көргендей болып, ұрысқым келіп тұратын. Мұндай жай күйімді аяғым ауырлағанмен байланыстырып едім. Сөйтсем денсаулығым мен көңіл күйім мүлде басқа, белгісіз жайттың әсерінен екен. Мұны кейін біліп, төбе шашым тік тұрды. Аяғым ауыр, жеріктігім қиын өтіп жатты. 2011 жылдары ақшаның теңгенің әжептәуір құны бар еді. Күйеуімнің айлығы осы кезде күрт түсіп кетті. Несие төлейміз, одан қалғанын бір айға жеткізу керек. Сөйтіп кейде тұздалған қияр жегім келетін. Дүкендегі сол қиярды алып жеуге де мүмкіндігім болмай қалатын. Екінші жағынан денсаулығым да төмендеп кетті. Басым ауыра беретін болды. Дәрі ішуге болмайды. Күйеуім де кейінгі кездері жұмыстан соң үйге жиі ішіп келетінді шығарды. Маған тиіспесе де мыжып сөйлегені жүйкеме тиіп кететін еді. Содан оған ішпе деп ұрсатын болдым. Екеуміз кейде болмашыға жиі ұрысып қала беретін болдық.
Ал енемдер мен бір аулада тұрғанымызбен бір-бірімізге кірмейміз. Сырттан көріп қалсақ, жай ғана бас изеп амандасамыз да қоямыз. Осылай жүргенімде босанатын уақытымда таяп қалды. Ал мен босануға ешқандай дайындығым жоқ еді. Өзіме де, балаға да ештеме сатып алмадым. Ал анам болса хабарласып, уайымдама, балаға бесігін, бір сыпыра киім, көрпе төсек дегендей барлығын алып беремін. Сөйтіп бүгін ертең босанамын деп отырғанда күйеуіме алдын алып жүргенінен 2 есе көп қомақты айлық түсті. Сөйтсек алдын экологиялық зиян деп берілетін ақшасы дұрыс есептелмей жүрген екен. Мұны көріп қатты қуанып қалдым. Сөйтіп базарға барып, өзіме балаға керек жарағымның барлығын сатып алдым. Бұл баламның несібесі шығар деп ойладым. Сөйтіп ертесінде толғағым қысып, ауруханаға түстім. 12 сағат толғатып, біраз қиналдым. Сөйтіп дәрігерлер старая первородка деп, кесір тілігін жасамасақ болмайды деп, мені отаға дайындады. Осы кезде менен кейінгі оқыған сіңлім Астанада, денсаулық сақтау бөлімінде жоғары қызметте істейтін еді. Сол мен жатқан ауруханаға хабарласып, дәрігерлермен сөйлесіп, маған ота жасалды. Дәрігерлер маған жақсы қарады. Тұңғышым ұл болды. Босанғаннан кейін палатаға шыққан соң бір тамағын алып енем келді. Сөйтіп врачқа 5.000, көмекшісіне 2.000 бердім деп, күйеуіме осы ақшаны қайтарып бересін деп кетіпті. Енемнен ешкім ақша сұраған емес. Сондай ақша берген жағдайда да бұл енді сол кісінің немересі емес пе? Қуаныштан сүйіншіге бергені болар. Енді келіп бізге қайтарыңдар дегені несі деп таң қалдым. Содан арада 5-6 күн өткен соң күйеуім балам екеумізді ауруханадан шығарып алды. Үйге шыққан соң ауладағы үлкен абысын апам келіп, баламды қарасып, кіндігі түскен соң шомылдырып, майлап, қол аяғын былай-былай массаж жасап, созып тұрасың деп біраз нәрсені көрсетіп, үйретіп кетті. Ал енем сол бойы келмеді де, немересіне қарамады да. Ал менің сол баяғыдай басым ауыра береді. Балам да қайта-қайта шырқырап жылай береді. Екеуміз түнімен ұйықтамаймыз, басым мең-зең болып, денем дел сал, өз-өзімді әрең көтеріп жүргендеймін. Үйден шықпаймын, жата бергім келеді. Ешкіммен араласпаймын, сөйлеспеймін, кейде көше кезіп қаңғып кеткім келеді. Күйеуіме де қарағым келмейді. Бірдеме десе жарылып кетердей боламын. Сөйтіп жүріп 40-мыздан шықтық. Осы кезде анам хабарласып, балаға кішігірім шілдехана жасайық. 40-нан шыққанын ырымдап дегендей деді. Мұндағы жеңгелеріңнің де балаға алып баратын сыйлықтары бар. Кіріп шықсақ деп жатыр деген соң, біраз жиылып, теріліп дайындалдық. Анам алдым бесігі мен біраз киім кешегін алып келіп тастаған болатын. Содан мен мұндағы ауладағы үлкен абысын апаны және қайынатам жақтан 1-2 туыс апаларды шақырдым. Сөйтіп кішігірім шілдехана жасадық. Абысын апам барып енемді ертіп келді. Сол кезде енем мен босанып келгелі алғаш үйге кіргені осы еді. Қолында немересіне деген дым жоқ. Қабағы кіртиіп келді де аз ғана отырып кетіп қалды. Жалпы енем кез келген жерге қонаққа барарда қолтығына бір жапырақ мата қыстырып алып кете беретін. Той томалаққа да солай ештеме бермейтін, тек 4 күніне ғана қарызданып, қауғаланса да ақша тауып апаратын. Сөйтіп бір жеңген балама арбасын, біреусі жүрерде отырғызатын ходуногы, бір сыпыра киім кешек, көрпеше, ойыншықтарын алып келіпті. Балама не керек біраз заты түгенделіп қалды. Содан олар біздікінде бір күн қонып, ертесінде қайтты. Өйткені бізден біраз ұзақта тұратын. Анам балам екеуміздің түнімен ұйықтамағанымызды көріп уайымдап кетті. Мүмкін 40-ын ұстап жүрген болар, енді ұйықтайтын шығар деп мен жұбатқандай болды. Бірақ 40-мыздан шыққаннан кейін де сол баяғыдай түнімен ұйқы жоқ. Мәңгүрт адамның күйін кешіп жүріп жаттық. Анам қайта-қайта хабарласып, қал жағдайымды сұрайды.
Мен сол баяғыдаймын. Күн өткен сайын өңім солып арықтап барам. Осылай жүргенімде бір күні Астанадан сіңілім келді. Ол да мені көріп шошып кетті. Балам тіпті мазасыз. Тек күндіз ғана бір жарым сағаттай ғана ұйықтаймыз. Сөйтіп сіңілім, мынадай жағдайға қалай шыдап жүрсің? Мұның болмайды. Сендерді апарып емханаға қаратпаса болмайды, деп балам екеумізді Астанаға алып кетті. Астанаға келіп жақсы білікті дәрігерлерге қаратты. Баламның басын арнайы аппаратқа түсіртіп қарады. Денсаулығымыздан ешқандай ақау таппады. Сөйтіп түрлі дәрумендер жазып беріп, қайтадан Қызылордаға қайттық. Осы кезде бір байқап таң қалғаным, балам басқа жерде тырп етпей ұйықтайды екен. Құдды ұйқысы бұрыннан осылай секілді. Ал үйге келгенімізде қайтадан сол баяғы әдеті. Ұйқы жоқ. Мұнымызды уайымдап жүрген анам бір көріп кел емшіге менің суретімді апарып, мән жайды айтқан екен. Емші қарап отырып, басын қайта шайқап, қызыңның басында дуа бар. Бұл дуа осыдан біраз бұрын жасалған екен. Енді әбден денесіне сіңіп, баласына да өткен. Дуаны сол жанындағы біреу жасаған. Күнде көріп жүрген ақ сары бойшаңдау, егде жасқа келіп қалған әйел кісі. Үйінің сыртына әкеліп, осы үйден береке кетіп, қызың жынданып, күйеуімен ажырасып кетсін деп, ағзатты шашып тастаған, депті. Мұны енді мықты қара молдаға оқыту керек. Дуаны қайтармаса арты жаман болады. Кейін баласы ауырады деген кезде анам шошып кетіпті. Сөйтіп дереу маған хабарласып мән жайды айтқанда, менің де төбе шашым тік тұрды. Бұрын дуа жайлы еститінмін, бірақ мұндай жағдай менің басымда болады деп ешқашан ойламаған едім.